Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ медклиникасының көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Бүгінгі тақырыбымыз үй жағдайында безеуден қалай құтылуға болады, сол жайында болмақ. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Терідегі ең жиі кездесетін дерттердің бірі ол безеу. Безеуден құтылу үшін қымбат маскалар, арнайы кремдер сатып алып жатады. Негізі үй жағдайында да табиғи дәрілік өсімдіктерден безеуге қарсы әсерлі маскалар жасауға болады. Бұл сіздің қаржыңызды үнемдейді. Бүгін мен сіздерге безеуден қалай арылуға болатыны жайында, безеудің қызарған орнынан қалай құтылуға болатыны және де безеу пайда болмас үшін рационыңызда қандай тағамдар басым болу керек екенін айтатын боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыз. Алдымен безеуден құтылу жолдары. Үй жағдайында безеуге қарсы мынадай маскалар жасауыңызға болады. Бірінші, 1 шай қасықтан түймедақ гүлін, жалбыздың жапырағын және көк шайды алыңыз. Қоспаға 1 стакан қайнаған су қосып, суытып қойыңыз. Осы тұнбамен безеу шыққан теріні таңертең және кешке сүртіп тұруы тиіс. Тұнбаны тоңазытқышта сақтау керек. Екінші жолы. Безеуді кетіру үшін кәдімгі тіс пастасында қолдануға болады. Тіс пастасы міндетті түрде ақ болуы керек. Дәрілік өсімдіктердің қоспасынан болса тіпті жақсы. Түнде әрбір безеуге тіс пастасын жағыңыз. Таңертең безеулер кеуіп кетеді. Үшінші жолы. Безеулерді кетіруге жол желкенінің жапырақтары да көмектеседі. Жол желкенінің жапырақтарының шырынымен безеулерді күніне 2-3 рет сүртіп тұруы тиіс. Осылайша беттегі безеулерден арыласыз. Төртінші жолы. Түймедақ тұнбасы халық медицинасында безеуге қарсы кеңінен қолданылады. 1 стакан қайнаған суға 1 шай қасық кептірілген түймедақ гүлдерін қосып 5 минут қайнатыңыз. Содан соң 30-40 минут тұндырыңыз. Осы тұнбамен күнделікті таңертең және кешке безеу шыққан теріні сүртіңіз. Ендігі айтар кеңесім, қызарған жерден қалай құтыла аламыз? Безеуді сығуға болмайды, әйтпесе оған инфекция жұқтырып алу қаупі жоғарылай түседі. Бірақ шыдамай безеуді сығып жіберген болсаңыз, ол міндетті түрде қатты қызарып кетеді. Алайда уайымдамаңыз, қызарған безеуді басып, косметикалық құралмен уақытша жасыруға болады. Суық компресс суық қан тамырларды тарылтады, қызаруды басады және аздап ісікті кетіреді. Мұз текшесін қағаз дәкеге орап, қызарып тұрған безеуге басыңыз. Оны шамамен 10-15 минут ұстаңыз. Қажет болса тағы да қайталаңыз. Қияр эпидермиске жағымды әсер етеді. Қиярдың жіңішке тілімін алып, қызарған жерге басыңыз. Қиярды жылы болып кеткенше ұстаңыз. Содан соң басқа қияр тілімін пайдаланыңыз. Қиярдың тоңазытқышта тұрған салқын түрін қолданған жөн. Алма сіркесі. Алма сірке суы терідегі қабынумен күресетін құралдардың бірі. Мақтаға 1-2 алма сіркесін тамызып, сол мақтамен зақымдалған теріні сүртіңіз. Егер теріңіз құрғақ әрі сезімтал болса, алма сірке суын алдын ала білегіңізге жағу арқылы аллергияға тексеріңіз. Алоэ шырыны. Алоэ безеуді кетіруге көмектесетін емдік өсімдік. Алоэ шырыны теріні тыныштандырады, әрі тегіс етеді. Алоэ жапырағын тіліп, 1-2 қою тамшысын мақтаға тамызып алыңыз. Оны қызарған жерге жағыңыз. Ендігі берер кеңесіме құлақ түріңіз. Тамақ мәзіріңізді реттеу арқылы безеуден қалай құтыла бастағаныңызды міндетті түрде байқайсыз. Ал ол үшін безеуді кетіретін 5 азық-түлік көмектеседі. Бірінші, таза су. Теріні сау әрі жас етіп сақтау үшін су ішкен дұрыс. Сонымен қатар, қандай да бір газдалған сусын ішпеңіз. Күніне басқа да сусындар мен сорпаны есептемегенде, кем дегенде 8 стакан су ішіңіз. Су безеуден арылтатын ең негізгі құрал болып саналады. Оның үстіне су тері жасушаларын жаңартады. Екінші, зәйтүн майы. Тамақты зәйтүн майымен дайындаңыз. Бұл көптеген артықшылығы бар керемет тағам. Зәйтүн майы теріні безеуден тазартады, ал ең негізгі қасиеті май қышқылдарының ішіндегі табиғи тазасы екендігінде. Үшінші, көк шай. Асқынуға қарсы химиялық элемент катехиннің негізгі көзі болып табылады. Бұл зат теріні безеуден арылтуға көмектеседі. Тері жасушасының бұзылуына әкелетін еркін радикалдардың алдын алады. Төртінші, бидай және жаңғақтар. Бұл тағамдар тері жасушаларының саулығына әсер ететін селеннің негізгі көзі. Селен бұзылған тері жасушаларын қалпына келтіріп, безеуді кетіреді. Бесінші, ет пен балық. Ақуыздың ең негізгі көзі. Ақуызға бай тағамдарды пайдалану арқылы безеумен күресуге болады. Сіздің күнделікті тамақтану мәзіріңізде ақуыз міндетті түрде болуы керек.
Сонымен қатар біздің клиникамызда табиғи шөп дәрілерден жасалған арнайы безеуге арналған мазымыз, ішкі құрылыстағы барлық ақауларды реттеп, терідегі проблемалармен күресетін арнайы тұнба дәрілеріміз бар. Тапсырыс беру үшін төмендегі телефон нөмірлерге хабарласуыңызға болады. Қазақстанның барлық қалаларына жеткіземіз. Осымен біздің пайдалы кеңесіміз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса, біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.